14 күн бойы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам температурамен жатқан. Сахабалар айтады, мұздай суға матаны орап маңдайына жаямыз дейді, мынандай өртеніп кете жаздайды дейді ғана. Алып дереу ауыстырып отырамыз дейді ше. Көрдіңіз ба? Соңғы өмірінің сәтіне дейін солай жалғасқан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. 14 күн бойы температурамен ауру деген біттің ғой. Ухудтағы жаңағы шахидтерге барады, содан кел жатқан кезде басталады ғой. Өмірінің ең соңғы сәт. Айша анамыздың аяғына қойған кезде аяғы деген ысып кететін болған. Айша анамыздың басын қойған кезде бар ғой. Дұрыс па? Айша анамыздың аяғында жататын болған санында пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Айша анамызға да айтады ғой, жаңа Айша маған не берші дейді? Сивак әкеп берші дейді. Мисвак білесіздер ғой, тіс тазалайтын ағаш. Сивакты әкеп берші дейді. Сивагын әкеп береді. Енді тісіне салайын десе, температурамен жатқан адам қалшылдап атады кәдімгі. Ауырып көргенсіздер ғой, ә? Ештеңе қызық емес саған өмірде. Ештеңе қызық болмай қалады. Үзіліп кете жаздап сондай болып жатасың. Коронавируста ауырғандар біледі ғой қалай болып жатқандарын. Қаншасы үзіліп кетті соның ар жағында. Иншалла шахид деп ойлаймыз. Пайғамбар температурамен қызумен өлген адам шахид болады деген хадисі бар. Сонда жатыр да пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қалшылдап жатыр, жаңа мисвак. Көрдіңіздер ма? Егер біреулер өзінің несі жайында білетін болса, мисвакты пайдалансын деген сосы. Жалпы мисвакты өмірде көп пайдалану бұл адамның ақырғы деміне ең көп пайдасын тигізеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам аузына тістеп мисвак тазалайын десе, мисвак деген қап-қатты ғой. Мисвак қап-қатты. Сонда Айша анамызға айтты дейді, Айша мынаны жұмсартып берші деп айтты дейді. Айша анамыз сивакты не істеді? Жұмсартып тістеп неғып берді. Сонымен пайғамбар шамасы келгенше тазалап жатты дейді аузын. Раббым маған разы бол деп соңғы сөздерін білесіздер ғой айтып жатқан, не бір аузынан керемет пайғамбар сөздер шығып жатты дейді. Үмметі жайында айтып, намазға сақ болыңдар, намазды жіберіп алмаңдар, көзімнің нұры, қарашығы, қол астағы қызметшілеріңе сақ болыңдар деп пайғамбар айтып жатты дейді. Температураның артынан дүниеден өтті дейді. Біреу пайғамбарлық өлім, екіншісі шахидтік өлім, екі мәртебелі өліммен өтті дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бірақ шипа берші деп айтып жатқан жоқ дейді. Үмметіме амандық берші деп айтып жатыр екен. Қиямет күні мені масқара қылмашы үмметімнің алдында. Қандай субханалла.